Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді ет қосылған пирогтың жасау жолымен бөлісетін боламын. Және де бұл пирогтың ерекшелігі қамырында, сондықтан қамыры үгітіліп тұрған ерекше дәмді пирогтың жасау жолын соңына дейін қарап лайк басып, арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ол үшін ең бірінші осылай қаймағымыздың үстіне бір жұмыртқамызды салып, толықтай араластырамыз. Осылай үздіксіз барлығын толықтай араластырғаннан кейін үстіне жарты шай қасық содамызды саламыз. Тағы да араластырамыз. Осылай әбден араласып болғаннан кейін шамамен 1-2 минутқа шетке қойып қоямыз. Оған дейін біз қамырымызды дайындаймыз. Осылай құрғақ ұнымыздың үстіне қантымызды және де тұзымызды салып араластырамыз. Видеоның төмен жағында описание бөлімінде барлық керекті заттардың көлемі жазылған. Сол бойынша саламыз. Енді үстіне алдын ала өлшеніп алған осындай сармайымызды салып, осылай қолымызбен үгітіп, толықтай ыдыратамыз. Сармайымыз еріп тұрмауы керек, осындай бөлме температурасында болуы керек. Осылай қолмен үгітсеңіз де болады, немесе теркадан өткізсеңіз де болады. Мінекей достар, толық араластырып алғаннан кейін жаңа шетке қойып қойған қаймағымыз бен жұмыртқамызды үстіне салып, қамыр илеуді бастаймыз. Қолымызбен жұмсақтап қамыр илейміз. Енді сүт қосып, тағы да ары қарай илейміз. Видеоның төмен жағындағы описание бөліміндегі ингредиенттер бойынша жасасаңыздар, қамырыңыз жұмсақ болып шығады, қолыңызға жабыспайды. Мінекей достар, осылай қолымызбен біріктіріп, жұмсақ қамырымызды илеп аламыз. Осылай қамырымызды илеп алғаннан кейін шамамен 15 минутқа тындыруға қоямыз. Біз оған дейін ішіне қосатын салмамызды, яғни начинкамызды дайындаймыз. Осылай фарш, немесе ет, пияз, картошка, сәбіз қостым. Әрине начинкасын өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасасаңыз болады. Осылай барлығын салып, толықтай араластырып, үстіне татымына қарай тұз және де қара бұрыш, өзіңіздің қалауыңызша дәмдеуіштер салсаңыз болады. Мінекей достар, толықтай араластырып алдық. Қамырымызда мінекей июі қанып тұр. Осылай 2 бөлікке бөлеміз. Осылай дөңгелектеп қолымызбен дайындап аламыз. Енді осының біреуін оқтаумен дөңгелектеп жазамыз. Мінекей достар, қамырымызды жазып алдық. Өте жұқа болмау керек, осындай көлемде болады. Енді бұл жазып алған жаймамызды бірден жаңағы табамызға салып қоямыз. Енді осының үстіне жаңағы дайындап алған начинкамызды саламыз. Барлық жағына біркелкі етіп осылай жазамыз. Көріп тұрғандарыңыздай шет жағына қатты тақамайсыздар. Шет жағынан осындай орын қалуы керек. Өйткені жаңа пирогымыздың шетін қайырған кезде осылай толтырмауымыз керек. Мінекей достар, екінші жаймамызды жайып алдық. Енді оларды осындай ұзыншақтап бөліктерге бөліп аламыз. Жаңағы әр бөліп алған бөліктерімізді осылай үстіне ұзыншақтап орналастырамыз. Енді келесін осылай көлденеңінен бетіне, үстіңгі бөлігіне осылай тағы да қиғаштап орналастырамыз. Мінекей достар, қарап отырсаңыздар, барлығын орналастырып алдық. Артық бөліктерін осылай алып қаламыз. Ол бізге қазір соңында керек болады. Мінекей осылай
қолымызбен қайырып шетін бекітеміз, жабамыз. Дайын болды. Енді осының үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Жаңа біз артық шеткі бөлігін қайырған кезде артық қамырдарды алып қалған болатынбыз. Солардан осындай әсемдік үшін, формаларыңыз болса, осындай әсемдік үшін гүлдер жасап қойсаңыздар болады. Бұл әрине әдемілік үшін, егер мұндай формаларыңыз болмаса, міндетті емес әрине. Осылай барлығын өзіңіздің фантазияңызға қарай орналастырып шығамыз. Осылай дайындап алған пирогымызды 180 градуста шамамен 30-35 минутта пісіреміз. Неге достар, біздің ет қосылған пирогымыз дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ, қамыры аузыңызда үгітіліп тұратындай болып пісті. Бұл сіздің келген қонақтарыңыздың және де дастарханыңыздың көркін ашатыны сөзсіз. Сондықтан осы рецепт арқылы жасап көріңіздер. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, менің YouTube арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.